Demokratiyалық партиясының бастамасымен құрылғанның тамыздың 10 күні Астанадан жол тартқан құрамына еліміздің Қазақстанның жобасының мақсаты еліміздің түкпір-түкпіріндегі барша халықты 20 жылдық мерейтойда атап өтуге жұмылдыру, тәуелсіздігіміздің негізгі құндылықтарын кеңінен насихаттау болып табылады. Еркіндік, бірлік, тұрақтылық, өркендеу. Осының барлығы менің Қазақстанның үміт пойызына қатысушыларды қарсы алуға арналған жиындағы алғашқы сөз Балқаш қаласының әкімі Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы қалаға арналған үгіт жоба қадам басып отыр. Үгіт пойызына қатысушыларды қуана қарсы алып, қош келдіңіздер дейміз. Биыл біздің еліміз үшін ерекше жыл. Мемлекетіміздің тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойы Қазақстан тарихының бір белесі. Бұл ел игілігі үшін атқарылып жатқан ауқымды шаралардың нәтижесін саралап, отанымыздың жетістігін мақтан етер сәт. Осы бағытта кең байтақ Қазақстанымыздың барлық түкпірінде мерейтойлық шаралар атқарылып жатыр. Соның бірі қаламызға келіп жеткен менің Қазақстаным жобасы екені айқын. Тәуелсіздігіміздің 20 жылдық аясында ел аралап қазақстандықтардың отан сүйгіштік сезімін ұстауға бағытталған бұл жобаның маңызы өлшеусіз зор деп білемін. Менің Қазақстанның пойызын тұрғындардың сан түрлі сауалдарына жауап беріп, сол арқылы проблемалық сұрақтардың шешімін табуға көмектеседі. Сондықтан пойызды халық та асыға күтуде. Балқаш қаласы еліміздің Қарағанды облысының елеулі елді мекендердің бірі. Балқаштықтар тәуелсіздік алған күннен бастап жас мемлекетімізді қалыптасуына өзіндік үлес қосып келеді. Тату тәтті бірлігімізбен, ерен еңбегімізбен, өршіл рухымызбен тәуелсіз еліміздің өркендеуіне атсалысуға қашанда дайынбыз. Сондықтан
Менің Қазақстаным поездың да қуана қарсы алып, оның қадамына сәттілік тілейміз. Халқымыздың береке бірлігін, отанға деген сүйіспеншілігін білдіретін жоба жүректерге жетіп, рухымызды биіктеді деп сенеміз. Жаңа мақсаттарға жетелеп, ырыс пен ынтымаққа бастайды деп білеміз. Құрметті үгіт пойыздың жолаушылары, осы игі бастамаларымыз үшін алғашқылардың атынан баршаңызға алғыс айтамыз. Әрдайым жолдарыңыз ақ, аспандарыңыз ашық болсын. Рахмет. Қалалық мәслихат депутаттары атынан Балқаш жерінде сәлем жолдаймыз. Дорогие земляки, уважаемые гости города, участники информационно-пропагандистского поезда, от имени депутатов городского маслихата приветствую вас на казахской земле, на Балқашской земле. Балқаш славится металлургическим производством. Металлургия города вносит достойную лепту в решение задач, поставленных в государственной программе индустриально-инновационного развития. Балқашцы являются активными участниками социальных государственных программ, своими делами укрепляя государственность и независимость. Мы встречаемся с вами, дорогие гости, в особый для страны год 20-летия независимости. Вам доверена почетная миссия. Балқаш жеріне келген қонақтар, сіздердің Балқаштың жерінде құшақ жая қарсы аламыз. Сіздерге өте үлкен денсаулық, зор байлық, мінекей Құдайға шүкір, еліміздің, халқымыздың, ата-бабамыздың кеше аңсаған 20 жыл бойы мінекей 20 жылдығын мерекелеп жатырмыз. Бұл ата-бабамыздың аңсаған мерекесі, егемендік, тәуелсіздік, барлығы сол ата-бабаларымыздың аңсап өткен. Жаңадан құтты болсын, қуанышым, аңсатқан бар қаламды білдіріммен. Менің Қазақстаным үгіт пойызына қатысушы қонақтардың атынан сөз Қазақстан Республикасына еңбек сіңген артист Алтынбек Қоразбаевқа беріледі. Ассалаумағалейкум, ардақты шашыбаяқтардың елі. Айтылған күйші 40 жылдай қазақ концертте еңбек еткен Мағауия Хамза атамның інілері мен бауырлары. Жылтаңдай әнші әпкеміздің елі. Участников поезда «Минут Казахстана» завершен. Приглашаем всех балкашцев на мероприятия, которые пройдут в рамках работы проекта в нашем городе.